Бүгін енді мінекей бидай көже істейміз. Бұны әдемілеу керек. Енді бұны суға салып, қайнатып пісіреміз. Бұған тұз саламыз. Перловкамыз пісті. Енді мұздатып қоямыз. Мұздатып алып келдік. Енді бұны қазір мына банкіге құямыз. Bunu bankaға не үшін құяды? Ашыту үшін. Банкіге құямыз. Одан кейін бұған ашытқысын саламыз. Қосатынымыз айран. Одан кейін тағын құямыз. Сүт құямыз. Араластырамыз. Енді осының бәрін дайын тұрған көжемізге құямыз. Бір қасықтай қант салу керек. Бұл бидай көжені жазда істейді. Шөл дегенде осыны ішеді. Енді бұл кішкене 1-2 сағат тұру керек. Көжеміз дайын. Біраз тұрып ашыды. Көрейік. Әдемі екен мынау. Жазда күшті ол. Әбедемі. Істеп көріңіздер. Жесең тамақ, ішсең сусын. Өте күшті. Тамаша.